Содан бері Нұршат Айыртаудың басынан жыланша еретіліп түсетін, жоғары ауылдан келетін жолға қанша телміріп қарады. Тіпті таңның атуынан, күннің батуына дейін көзін алмады десе де болғандай. Бәрібір келмеді. Келмегені сол, қайтып хабарласпай да қойды. Мені олар ұмытқан екен. Менен құтыла алмай-ақ жүр екен, деп Нұршаттың енесі мен күйеуінен жасырынып, жылап талған сәттері болды. Тіпті Нұршаттың оларға әбден көңілі қалған да кезі еді бұл. Келіншек Айыртаудың асуының жарым ортасына жетпей-ақ алқынып қалды. Тұла бойы терге малшынды. Оның үстіне бітік жусаннан әзер өткенде бұтар алас өскен қалың шөп жүрсін өндірмей қойды. Әрі-беріден соң әлгінде қасқайып жолмен-ақ жүре бермеген екем деп ойлады Нұршат. Әбден титықтап шаршаған кезде келіншек тізесін бүгіп, аз отырып, ойда қалып бара жатқан төменгі ауылға қарады. Ауылдың бір шетінде өздерінің қара үйіне көзі түсті. Бірақ үй маңынан ешкім көрінген жоқ. Жаулығы ағараңдап маған қарап енем тұрма деп ойлаған. Жоқ екен. Тіпті өзі кеткен соң сол қара үй құлазып қалғандай көрінді. Қой қашыратын қора маңында ғана қарбаңдап әрлі-берлі жүргендер көрінді. Тіпті олардың шаң-шұң дауыстары да көмескілеу болса да құлаққа жетіп жатты. Нұршатқа ауылдағылардың бәрі де бір үйге жиналып алып, осы қайте қояр екен деп керегеден мұны бақылап отырғандай сезінді. Бәрінің ортасында жаулығы көлдей болып енесі отырғандай. Нұршат олардың бәрін де жек көріп кетті. Әрлі-берліден соң төменгі ауылға енді қайтқысы келмей, шаршағаны әлі басылмады ма, орнынан көтеріліп, тау асуына қарай жүре бастады. Әкесі мұны кішкене кезінде менің қара қызым деп еркелететін. Сол әдетін Нұршат ер жеткен соңда қойған жоқ. Тіпті Нұршат деп сирек айтатын. Қит етсе менің қара қызым сөйтті, менің қара қызым бүйтті деп отыратын. Сол әдетін бұл күйеуге ұзатылғанша қоймағанды. Тек Нұршат ұзатылып бара жатқанда ғана кеудесіне басып шашынан иіскеген күйі солқылдап жылап тұрып, Нұршат жанай айналайын-ай дегені. Бұрынғысынша қара қызым десе де болар еді. Қызым өкпелеп қалады дегендей ме, әлде солай десем қызым жұрт алдында қысылып қалар дегені ме? Кейіннен әкесінің дәл қоштасардағы дағдысын бұзып, қара қызым деп айта алмағанын есіне алып, Нұршат әлденеше рет көзіне жас алған. Иығындағы арқан зіп-зілдей болып, келіншек тастақ жермен асуға қарай тырмысып келе жатып та жылап алды. Әсіресе мұның ұсынған қолын қайта-қайта сүйіп, әкесінің жібермей тұрып алған сәті есіне түскенде кәдімгідей егілді. Шешесі табиғатында салқындылау еді. Бұл ұзатыларда да сол салқынқандылығынан өзгере қоймады. Қайта, немене сонша қайтып көрмейтіндей деп әкесіне жекіп тастағаны есінде. Сондықтан болар Нұршаттың көз алдынан шешесінен гөрі әкесінің кескін келбеті қайта-қайта елестей берді. Келіншек қатты ентігіп, аяғын әзер көтеріп, басып келе жатып иығындағы арқанды төменгі ауылға қарай лақтырып тастап кетуді де ойлаған. Бірақ оған батылы жетпеді. Әлде ұяты жібермеді. Әйтеуір сол арқан бүгін иығында жүруі тиіс сияқты. Күн түске тырмыса Нұршат та Айыртаудың асуына жетті. Жеткендігін сезгені сар етіп жолдағы жоғары ауыл жақтан жел соқты да, артынша арғы беттен бытырап жайылған қойдай болып жоғарғы ауылдың өзі де көрінді. Бетіне алғаш жел тиген сәтте Нұршаттың бір түрлі көңілі елеуреп алып ұшып бара жатқандай еді. Ауылы көзіне түскенде тіпті есі шығып кетті. Сарылдап соққан желмен желбіреген орамалын бір қолымен баса тұрып, телміре кеп қарады. Анық өз ауылы. Әне, ауыл ортасынан бұраңдап ағып өтетін өзені, қалың бауы. Баудың арғы тұсында оқшаулау болып өз үйі тұр. Өз үйін көрген сәтте Нұршаттың иегі кемсеңдеп, сол сағымнан әрі алыстықтан өз үйін анық көре алған жоқты. Бірақ өз үйі екенін білген соң көңілі босап, алға қарай тағы да екі-үш аттап жүрді. Сол ғой, біздің үй ғой, деді келіншек іштей еріндері дірілдеп тұрып. Әлгінде асуға жетсе ауылмен, үймен қоса, аула ішінде қалбаңдап жүрген әкесі мен шешесін, інілерінің әрлі-берлі шапқылағанын көретіндей болып еді. Көңілі ғана жетіп, өзі жетпей тұрған соң сол ауылға қарай
оның жүгіріп те кеткісі келді. Шыныменен жүгіріп барса қайтер еді? Әкесі құшақтап тұрып шашынан иіскеп, қолынан шөлпілдетіп сүйреді. Сүйіп тұрып не дер еді? Айналайын, келдің бе? Келгенің қандай жақсы болды дей ме? Шешесі де құшақтап бетіне сүйіп, інілері де жабыла ұмтылысып, жапырласып-ақ қалар еді-ау. Бірақ мауықтарын басқан соң, ал қызым, бұл қай жүрсің дейді ғой. Еттен өтіп, сүйекке даритын да, сосын жерге қарататын да сол сөз ғой, сол сөз. Нұршаттың көңілі қаншалықты алып ұшып тұрса да, үйіне жетіп барудың ыңғайсыз екенін сезді. Қолынан бар келгені мұрнын желге төсеп тұрып, қалың баудың ар жағындағы бұлдырап көрінген үйіне көзімен ішіп-жеп қарау ғана болды. Желбіреген орамалын бір қолымен басқан қалпы жоғарғы ауылдан көз алмады. Әбден шаршап, титықтап келе жатып, асуға шыққан соң тіземді бүгіп отырып тыныстармын деп ойлап еді. Енді тізесін бүкпек түгілі өкшесін көтере түсті. Күзгі жел салқын еді, бірақ Нұршат оның салқындығын сезген жоқ. Желдің асуға алғаш шыққандағы сарылдаған үні бір қалыпты уілге айналған. Сол уіл енді келіншектің көзінің жасын сүртіп қойын қонышына кіріп аймалап жұбатып жатты. Желдің осы бір қылығы тым ыстық әрі мейірімді еді. Біздің ауылдың желі деген сезім Нұршаттың жан дүниесін жылтып жібергендей еді. Келіншек кәдімгідей жұбанды. Тұла бойын тырситқан ашу да тарағандай. Ол енді иығындағы арқанын жерге тастап кішкене түзе бүкті. Бірақ жоғары ауыл жақтан көзін алған жоқ. Сөйтіп отырып Нұршат төменгі ауылды да есіне алды. Түстіктен ауып бара жатқан күнге бетін бұрды. 5-ге дейін үйге жетіп шай қою керектігін, шайдан артылған ыстық суды мұздай сумен томыртқалап, құманға құйып, енесінің қолына ұстату керектігін де ойлады. Оған дейін бір арқа отын теріп алатындығы өз алдына. Келіншек қайтадан орнынан тұрды. Уілдеген желге бетін тосып, өкшесін көтеріп тұрып тағы да жоғарғы ауылға. Ауыл ортасынан бұраңдай ағып өтетін өзенге, қалың бауға, сол баудың ар жағында ағараңдап, бұлдырап көрінген өз үйіне қарады. Сонан соң жерде жатқан арқанды қайтадан иығына салып кері бұрылды. Басын төмен салған күйі аяғын самарқау басы келіншек Айыртаудың асуынан төмен түсіп келе жатты. Бет алысы төменгі ауыл болса да, ол жаққа қарағанда жоқ. Жол жөнекей кездескен бұталарды тере жүрейін деген оймен көзі табан жолы мен жан-жағын қыдырып жүрді. Сөйтіп келе жатып та жоғары ауылды ойлады. Көз алдында әлгіндегі жоғарғы ауылдың көрінісі бұлыңдап, құлағынан күзгі желдің уілі кетпей қойды. Тау баурайының бұталар шөп араласа өскен тұсына келгенде Нұршат арқанын ұзынан жайып жіберіп, бір жола отын жинауға кірісті. Арқанның ұштары бір-біріне әзер жететіндей етіп отынды үйді дейсің. Еркін көтеріп жүретіндей аздай жинауына да болатын еді. Әдір ағал, азаннан кешке дейін жүріп жинаған отының осақ па? Деп ене мұрсып жүрер деген оймен күдігі тағы болды. Отынды көп жинаған соншалық буып болған соң арқасына салып енді тұрмақ болғанда 3 рет ырғап барып әзер көтерілді. Шамадан тыс арқалағанын келіншек қалың шөп пен бұталардың арасынан аяғын тәлтіректей басып келе жатқанда барып анық байқады. Ал тау баурайының бітік өскен жусандарынан әзер аттап жүріп, ауыр отын иығын сындырып жіберердей болған соң, аз уақыт отырып демалуды да ойлап еді. Тағы да есіне енесі түсіп, ол кісі тәйірі мынау тұрған жерден бір арқа отынмен бәлерін рет демалып жеткен қатын да қатын ба демесінші деп аяқтарын кібіртіктей басып алға қарай жүре берді. Ауылға таяп келгенде алдынан қой қайырып көрші кемпір шықты. Бүгіндікке көрмеп еді. Үйілген бір арқа отынның астында бүкшиіп келе жатып сәлем етпей-ақ өтуіне болатын еді. Бірақ олай етпеуге де дәті жетпеді. Төменгі ауылға келін екендігін есіне алып, Нұршат бүкшиген үстіне бүкшие түсіп, бір арқа отынның астынан сәлем етті. Мына келін жұдырықтай болып, мұнша отынды қалай көтеріп келе жатыр деп ойлады ма, әлде сәлем етпек қалай өтер екен? Көріп қалайын деді ме? Әлгі кемпір бұл жақындағаннан-ақ тесірейіп қараумен болған. Бұл сәлем еткен соң барып күбір етіп алғысын айтты да қойын қайырған күйі кете барды. Бір арқа отынның астынан әзер көрініп, Нұршат енді өз үйіне қарай жүрді.
ошағының басына да келді. Үй маңынан ешкім көрінбеді. Тіпті қара үйдің ішінде де ешкім жоқ сияқты. бір арқа отынан иығы езіліп, аяғы майысып келе жатқан келіншек арқасындағы отынды ошақ басына сылқ еткізіп тастай салуына да болатын еді, бірақ олай етпеді. Ол осы үйге келін екенін ұмытқан жоқ. Әбден шаршаған аяқтарын әзер бүгіп, тізерлеп барып, арқасындағы отынды жерге ақырын қойды. Сосын арқанды да асықпай шешіп, отын астынан ақырын ғана суырды. Бір ауық тыныстап, ошақ басында отыра тұруына да болатын еді, олай етпеді. Арқанын жинап, сөренің үстіне тастады да самауырға су құйды. Сосын самауырға салу үшін өзі әкелген отынан бір бұтақты суырып алып, балтамен асығыс жарып жатты. Шай қайнаған кезде үйге кіріп, төрге дастархан жайды. Енесі жүн түтіп отыр екен. Дастархан жайып жүр, бірдеңе деп тағы енесі тиісер ме екен деп Нұршат оған қарағыштап еді, бірақ енесі үндемеді. Таңертеңгі ызғары байқалмайды. Қайта жүзі жабыңқылау ма, қалай? Екеуі шайды үнсіз ішті. Тоқтас келді ме? Келсе не ішіп жеді деп өзінше енесін сөзге тартқысы келді де тағы батылы жетпеді. Бар қолынан келгені енесіне анда-санда көзінің астымен ғана ұрланып, қарағыштап қояды. Енесіміз баққан жоқ. Әлде бір ойдың құшағында енгендей тұнжырап алған. Айыртаудың асуына шықтың ба деді. Енесі әлден уақытта Нұршат созған кесені ала беріп. Нұршат әуелі қай оймен сұрап отыр, қалай дегенім дұрыс болар екен дегендей біраз тосылып отырды да ақырын ғана тіл қатты. Шықтым. Жоғары ауыл көзіңе оттай басылған шығар. Ауылыңды үйіңді таныдың ба? Таныдым, бақытың бар екен деді енесі даусы дірілдеп. Айыртаудың асуына шығып, арғы беттегі ауылыңды, үйіңді көрдің, бақытың бар екен. Бәлкім көзіңді де жасқа шылап-шылап алған шығарсың. Ал мен асуға жете алмайтынмын. Өкпем өшіп, Айыртаудың баурайында отыратынмын. Мен бұл ауылға келін боп, тым жас боп түстім ғой, 14-імде. Кемпірдің иегі кемсеңдеп кетті. Ой-буй, 14 жас дегенің бала ғой, Құдай-ау. Сен деген 18-інде келдің. 18-імізде мына біз сары қарын қатын болғанбыз. Бой жетіп келдің ғой, таудың асуына барып жүргенің. Мен бейбақ, баурайда отырып жылап отырып, асудан асып соққан желге тұмсығымды тосатынмын. Біздің ауылдың желі ғой деп, шашымды жел көтерсе, Құдай-ау, шешемнің алақаны тигендей егілетінмін. Керегеден қарап отырмын деймін. Аңырап, жылап отырдым. Жете алар ма екен, жете алмай жолда мен құсап қайтпай жетсе, асуға шықса екен деп тілекшің болдым. Сенің орамалың желбіреп, тауға шыққанда өзім шыққандай әсер алдым. Қарағым, асықпай әбден қараса екен дедім. Мауқым басып болып қайтса екен дедім. От басының тіршілігі бітер дейсің бе тәйірі? Бітсе, мен-ақ бітірер едім ғой. 50 жыл болды осы үйдің қазанның құлағын ұстап келе жатқаныма. Ақыры бітіре алмай өзіңе берген жоқпын ба? Бітпейді, көрерсің әлі. Өзің де бітіре алмассың. Кемпір қолындағы кесесін дастарханның жиегіне қойып, еңкейіп келіп маңдайынан сүйгенде Нұршаттың ет бауыры елжіреп кетті. Енесіне қосылып өзінің де иегі кемсеңдеді. Енесінің ерні мен алақаны тиген жерлер ысып бара жатқандай. Кемпір кесесін көтере беріп, сен жоқта ауылдан хабар келді. Құда мен құдағи ертең келеді екен деді. Бұл сөзді Нұршат кеше естісе елең ете қалар еді. Елең ету былай тұрсын, бәлкім рас па? Шын айтып отырсыз ба? Олар да мені есіне алған екен-ау. Төменгі ауылға қыз ұзатқандарын ұмытпағандарына да шүкір деп еңіреп қоя берер еді. Дәл қазір бұл хабар сондай бір ерекше әсер еткен жоқ. Ол әлгінде ғана сол ауылға барып келгендей, енесінің сөзін салқынқандылау күйде үнсіз тыңдады. Сәлден соң барып келетін құда мен құдағидың кім екендерін еміс-еміс түсінгендей, күндікі жолдан отын арқалаудан қажып келген жүзіне қан ойнап шыға келді. Ұяң ғана езу тартқан қалпы енесіне бұрылған сәтте көзінде нұр ойнап тұрды. Екеуі шайды ұзақ ішті. Ұзақ ішкені сол енесі тағы да келін боп алғаш түскен күндерін есіне алып, иінағашпен 2 шелек суды әзер көтеріп,
күбіні аяғының астына жаңғырық қойып пісетінін айтқанда екеуі тағы да қосылып жылап алды. Араларындағы шайларын да ұмытып, қосыла жылап отырғандардың үстіне Тоқтас келді. Табалдырықтан аттаған бойы әуелі шешесі мен келіншегіне кезек-кезек қарады да сасқалақтап: «Ой апа, Нұршат, ойнап отырма десем шындап, ой жабыла жылаған нес түге?» Солай деп ол төрге озып сырт киімін шешті де дастарханның шетіне жантайды. Нұршат құйып берген кеседегі шайды асықпай ұрттап отырып бұларды алдаңқыратпақ болғандай қой ұрықтандырудың біткенін, енді аз күнде қыстауға көшетіндіктерін айтқан. Сөйтіп жатып ол бір кезде ұйықтап та кетті. Тоқтастың қорлы естілген кезде барып бұлар да көз жастарын сүртіп Нұршат дастарханды жинады. Самауырды шығарып түбінің күлін қақты. Сосын үйге кіріп шайы шымылдықты сусылдатып ашып Тоқтасқа төсек салды. Сосын екеуі екі жақтап Тоқтастың бірі көйлегін, бірі шұлығы мен шалбарын шешіп жатты. Сөйтіп жүріп кемпір күңкілдеп сөйлеумен болды. Баяғыда бір енең күйеуін арқалап жүріп жұбатады екен шырағым. Арқасында жүріп күйеу жөндеп арқаламадың деп қамшысымен ұрып боқтайтын көрінеді. Бұлар осындай бір Құдай тағаланың ықыласы түскен халық. Бірдеңе десең күнәһар боласың. Бұлар кім өзі сонша әулетінетін кеп жасырақ кезімізде біз де кейде ашуланатынбыз. Сөйтсек еркектер деген осылар екен. Енесі осылай деп жүргенде Нұршат езу тартты. Тіл қатқан жоқ. Сосын Нұршат кеудесінен енесі екі аяғынан әзер көтеріп Тоқтасты шымылдықтың ішіне жатқызды. Тоқтасты жатқызып болып шайы шымылдықты сусылдата жапқан соң да енесімен екеуі әлгінде ғана Айыртаудың баурайынан отын арқалап келгендей бір ауық ентігіп тұрды. Кешкісін шайы шымылдықты сусылдата ашып, шайы көрпені сусылдата көтеріп Тоқтастың жанына жатқан соң да Нұршат енесі туралы ойлаумен болды. Дүниедегі ең мейірімді ене тек сол кісі сияқты көрінді. Құрметті менің YouTube көрермендерім, әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет. Достарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.